Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Ұлбөбек. Бүгін сіздерге қаймақты бәліш, яғни сметанник пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қазақ тілді YouTube каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Сметанник пирогы кейбір кісілерде пісірген кезде ағып кетеді екен. Бұл рецептімен жасасаңыздар, піскен кезде өз формасын ұстап тұрады, және де бұл пирогты тапсырысқа қабылдап, микс пирогтар қатарына қоссаңыздар да болады. Міндетті түрде дәмі өте керемет, дәмді, тәтті болып шығатынына кепілдік беремін. Достар, рецепттің барлығын описание бөліміне, яғни төменге қалдырып кетемін. Бірінші кезекте жұмыртқамыз бен қантымызды араластырып аламыз. Неліктен десеңіздер, біз сразу салып жіберуімізге де болатын еді, бірақ қантымыз бүтіндей қамырдың ішінде көрініп тұрады. Сол себептен бірінші кезекте ертіп алу керек. Екінші кезекте ұнымыздың үстіне разрыхителді қосып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте сары майымызды пышақтың көмегімен үгітіп аламыз. Достар, мендегі сары май тоңазытқыштан жаңа шыққан еді. Негізінде комнатный температурада тұрған дұрыс. Сары майдың барлығын осылай турап, келесі кезекте ұн мен сары майды қолымыздың көмегімен біріктіретін боламыз. Яғни біз песочный қамыр дайындаймыз. Достар, менің YouTube каналымда вареный пирогтың, творожный пирогтың және де восточный пирогтың рецепттері бар. Яғни дәл осындай песочный қамырмен дайындалады, бірақ салмасы әртүрлі. Одан бөлек түрлі тағамдармен, түрлі тәттілердің және де узбекский нанның, ұйғыр лағманның рецепті бар. Барлығын YouTube каналымнан көре аласыздар. Ең алдымен YouTube каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Мінекей достар, қамырды ұзақ илеудің арқасында осындай қолға жабыспайтын жұмсақ песочный қамыр илеп аламыз. Ендігі кезекте сыртына пакет кигізіп, тоңазытқышқа, яғни холодильникке 10-15 минутқа демалдырамыз. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін 20% қаймақ, крахмал, яғни кукурузный крахмал, 2 жұмыртқа, қант қажет болады. Барлығын ыдысымызға салып, миксердің көмегімен баяу қозғалысынан бастап, қатты қозғалысына дейін осылай араластырып аламыз. Келесі кезекте жаңағы тоңазытқышта тұрған қамырды 2 бөлікке бөлеміз, яғни біреусі үлкен, біреусі кішкентай болады. Үлкендеу қамырымызды астына пергамент қағазын жайып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қатты жұқа қылудың қажеті жоқ. Келесі кезекте қамырдың үстіне 26 сантиметрдегі кальцияумызды қойып, қалған қамырларды жинап аламыз. Болғаннан кейін печканың формасына қамырымыз бен кальцияумызды орналастырып, қалған қамырды шеттеріне қолымызбен домалақтап орналастыратын боламыз. Видеода көрсетілгендей қамырларды салмасы салынған кезде ақпайтындай етіп, ешқандай ашық жер қалдырмай, барлығын қамырмен бітеп, шеттерін қамырмен туралайтын боламыз. Пирогтың қамыры дайын болды. Ендігі кезекте жаңа дайындап алған массамызды құямыз, яғни салмасын. Алдын ала қызып тұрған пешке 200 градуста 45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің қаймақты бәлішіміз, яғни сметанник пирог пісіп шықты. Міндетті түрде суытып, тоңазытқышқа, яғни холодильникке 2 сағат көлемінде салып аламыз. Бұл формасын жақсы ұстап тұруына жақсы көмектеседі. 2 сағаттан кейін алып жей берсеңіздер болады. Достар, дәмді, дәмі өте керемет. Бір жасап көрсеңіздер, әрқашан жасайсыздар. Және де қонаққа барсаңыздар да, қонаққа ұсынсаңыздар да, шаймен ішсеңіздер де өте дәмді, тіске басар. Видео пайдалы болса, лайк басып, өз ойларыңызды комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, YouTube каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.